Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай хрустящий баклажан салатын рецептімен бөлісемін. Өте дәмді болып шығады. Қазіргі таңда хит болып атқан керемет салаттардың бірі. Ол үшін бізге баклажан қажет болады. Сыртын осылай жұқа қылып ашып аламыз. Енді бұның сыртын ашпасаңыздар да өз қалауларыңыз бойынша менің каналымда жаңадан көріп отырған көрермен болсаңыздар, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Осындай қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Осылай ашып болған баклажандарымызды енді осылай дәл видеодағыдай турасаңыздар болады. Болмаса өз қалауларыңызша ірі-ірі қылып турасаңыздар да болады. Енді ол өз қалауларыңыз бойынша осылай турап аламыз. Қанша мөлшерде қанша кететін бәрін астыда описаниеда жазып кететін боламын. Сол жерден көріп жазсаңыздар болады. Өте керемет хрустящий салат. Дәл менің тәсіліммен жасасаңыздар, сіздердің де салаттарыңыз өте керемет болып шығады. Енді турап болған баклажандарымызды үстіне салқын су құямыз. Үстіне тұз салып, жарты сағатқа қалдырамыз. Жарты сағатта бұның бойындағы қышқылдары шығып кетуі тиіс. Осылай салып болғаннан кейін, мені құрғақ матаға, болмаса сөгіге осылай құрғатып алсаңыздар болады. Міндетті түрде құрғатыңыздар, сонда сіздердің баклажандарыңыз қуырған кезде хрустящий болуына себебін тигізеді. Менің каналымда видео бөліміне өтсеңіздер, осындай пайдалы видеолар бар. Соларды ашып көрсеңіздер болады. Сіздердің пайдаларыңызға жарайтынына сенімдімін. Міне біздің баклажандарымыздың суы сорғыған екен. Енді осыған кукурузный крахмалменен осылай салып қуыратын боламыз. Көбірек сала беріңіздер, ешқандай зияны жоқ. Осылай малып алып, жақсылап қуыратын боламыз. Қызып тұрған майымызға азыздан салып қуырамыз. Картофный крахмал болса да бола береді. Енді ол өз қалауларыңыз. Осылай жақсылап қызартып қуырып аламыз. Хрустящий болып, өте дәмді болып піседі. Енді баклажан салатымызды жинақтайтын боламыз. Ең алдымен осындай ару пирамасының соусы қажет болады. Осылай салатымыздың үстіне салып, мына өздеріңіз көріп тұрыңдар, лукала дейді. Лукала деген шөпті қосатын боламыз. Бұл да өте пайдалы шөптердің бірі. Енді оның үстіне шиелей помидорын осындай екіге бөліп қостым. Енді қандай помидор болса да өздеріңіздің қалауларыңызша қоса берсеңіздер болады. Осыны жақсылап араластырып қонақтарымызға ұсына берсек болады. Енді үстіне творожный сырдан қолдансаңыздар болады. Творожный сыр болмаса қоймай қойсаңыздар да болады. Міне осылай тәлімдерімізге, бұл салат тепло салат, міндетті түрде ыстықтай жесеңіздер өте хрустящий болып әдемі болып тұрады. Бұл салатты ыстықтай жеген дұрыс. Осылай барлық тәлімдерімізге орналастырамыз. Өте керемет салат болып шықты. Қонақтарыма өте ұнады. Сіздер де жасап көріңіздер. Осындай творожный сырдан осылай қойып қоямыз бетіне. Енді бұл маңызды емес. Назарларыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.